Сәлеметсіздерме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған қазақ тілі пәнінен сан есім тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Тараудың аты ғарышқа саяхат. Бүгінгі оқу мақсатымыз мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Дескрипторы мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастырып жауап береміз. Сан есімдерді таба аламыз. Балалар, біз өткен тақырыбымызда сан есім, қарсы мәнді сын есімдер тақырыбындағы сабағымызды өткен болатынбыз. Ендеше келесі сабағымыз сан есім. Сан есім дегеніміз не? Сан есім туралы білетінімізді еске түсірейікші. Ендеше мына бейнефильмді тамашалайық. Дана, мынау сенің нөмірің. 65 саны жазылған. Жоғалтып алма, осы нөмірмен киіміңді аласың. Ал мынау біздің 2 билетіміз. 7-ші қатардың 23-ші, 24-ші орындарына отырамыз. 11-ге 15 минут қалыпты. Әлі уақытымыз бар. Сондықтан мен екеумізге 2 балмызда қалып келейін. Сен мені осы 1-ші қабатта күте тұр. Тұра тұрыңызшы аға, не деген көп сандар? Мен шатасып кеттім. Иә, Дана, біз сандарды есеп шығаруда ғана емес, күнделікті өмірде де жиі қолданамыз. Қарашы, сағатта, күнтізбеде, билеттерде сандар бар. Сен жасыңды, бойыңды, салмағыңды айтқанда да сандарды қолданасың. Сондықтан есіңе сақтап ал. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Сан есімдер есептік сан есім және реттік сан есім болып 2-ге бөлінеді. Есептік сан есім заттың нақты санын білдіреді. Қанша, неше деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, 2 билет, 2 балмұздақ. Ал реттік сан есім заттардың саналу ретін білдіреді де, нешінші деген сұраққа жауап береді. Мысалы, 7-ші қатар, 23-ші орын, 1-ші қабат. Дауысты дыбыстарға аяқталған сан есімдерге ыншы, інші жұрнақтары жалғанады. Мысалы, 7-ші, 6-ші. Дауыссыз дыбыстарға аяқталған сан есімдерге ыншы, інші жұрнақтары жалғанады. Мысалы, 9-ші, 3-ші. Сан есімдерді түсіндің бе? Иә, енді. Мінекей балалар, сан есім туралы және оның сұрақтары жайлы барлығын еске түсірдік. Ендеше оқулығымыздың 57-ші бетіндегі 51-ші жаттығуға қараңдар. Мәтінді көшіріп жаз. Сан есімдердің астынсыз делінген. Бірінші сөйлем. Станция ауылдан 20 шақырым жерде. Бұл жерде ең алдымен сан есімдерге сұрақ қойып, қайсысы реттік, қайсысы есептік сан есім екенін дәлелдеуіміз қажет. Және де реттік сан есімдерді сөз құрамына талдауымыз қажет. Станция ауылдан қанша шақырым жерде? 20 шақырым жерде. Демек, бұл есептік сан есім екен. Келесі сөйлем. Пойыз сағат 5-те жүреді. Алдымен сұрақ қоямыз. Пойыз сағат
нешеде жүреді? 5-те жүреді. Бұл реттік пе әлде есептік пе? Бұл есептік сан есім. Ендеше қалған сөйлемдерді де осылай талдап дәлелдейміз және сан есімдердің асын сызамыз. Ендеше сіздерге үй тапсырмасы. Оқулығымыздың 98-ші бетіндегі 58-ші жаттығу. Ребусты шеш. Шешудегі сөзге әңгіме құрап жаз. Осы үй тапсырмасы бойынша кері байланыс жасаймыз. Ендеше біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.